Қайрат футбол клубының шығу тарихы қандай? Жақсы, сіздерге Қазақстан футболының мақтанышы, Қайрат футбол клубының шығу тарихы жайлы айтып берейін. Ал сіздер арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Қайрат футбол клубының тарихы өткен ғасырдың 54 жылында Алматы қаласында басталады. Ол кезде команда темір жолшылардың бастамасымен құрылып, алғашқы атауы Локомотив болған. Сол жылы клубтың аты өзгеріп, Урожай деп аталды. Ал 2 жылдан кейін, яғни 56 жылы команда ресми түрде Қайрат деген атауды алды. Бұл сөз қазақ халқының қайсарлық, ерлік, табандылық сияқты қасиеттерін бейнелейді. 60 жылдардан бастап Қайрат Кеңес одағы чемпионатында өнер көрсете бастайды. Бұл Қазақстаннан шыққан тұңғыш команда еді. Кеңес дәуірінде Қайрат көптеген мықты қарсыластармен ойнады. Ең үлкен жетістігі 86 жылы Кеңес одағының жоғарғы лигасында 7-ші орынға көтерілуі. Бұл сол кездегі қазақ футбол үшін тарихи нәтиже болды. Қайрат атауы кездейсоқ қойылған жоқ. Ол қазақ халқының мінезін, рухын, намысын көрсету үшін таңдалған. Сондықтан бұл клуб жай ғана спорттық команда емес, ұлттық символға айналды. Ол кезде Алматыдағы орталық стадионға 10 мыңдаған жанкүйер жиналып, Қайраттың ойынын нағыз мереке ретінде тамашалайтын. Қысқасы, Қайрат футбол клубы тек Алматының ғана емес, бүкіл Қазақстан футболының іргетасы.